Сәлем, көштен қалсақ та бір рет макрюбе жасайық деп шештік. Ол үшін бізге картоп, сәбіз, пияз және видеодағдай етіп турап алуымыз керек. Содан соң табамызды аламыз да майымызды құямыз. Бірінші тұздалмаған етті тұздап, содан соң майға салып қуыратын боламыз. Ақырын ғана араластырып қуырғаннан кейін астын басып бұқтырып қоямыз. Содан соң қалған көкөністерімізді майда екі жағынан қуырып аламыз. Тағамның жасалу барысында тұз сала алмайтындықтан қуырылып жатқан кезінде аздап әрбір көкөніске тұзын салып қуыратын боламыз. Міндетті түрде қатты пісірместен, жұмсармай тұрып, жартылай піскен күйінде алатын боламыз. Пиязымызды да дәл солай қуырып аламыз. Жұмсарғаннан кейін жинайтын табамыздың ішіне саламыз, ең бірінші қабатына. Содан кейін күрішімізді аламыз, тазалап жуып, аздап май құйып, астын басып бұқтырып қоямыз. Содан соң бірінен соң біріне етті, сәбізді, түрлі түсті бұрыштарымызды және картопымызды салып, нығыздап үстінен басатын боламыз. Үстінен нығыздап басу өте маңызды, себебі тағамымыз өзінің формасын жоғалтпау керек, және де одан кейін күрішімізді саламыз, оның үстінен де жақсылап басып, суымызды құйып, 1 см, жарты сантиметр күрішіміздің сортына қарай демдеп қоямыз. Астын жай ғана басып, піскенше газда тұратын болады. Содан соң салатымызды дайындаймыз, тұзын, бұрышын, соевый соуспен майын қосып араластырып дайындап қойдым. Ақырын ғана басқа тарелкаға төңкеріп алдым. Содан соң дәстүрі бойынша бала шағамызбен ұрғылап, айналасына салатын, қолдың айранын құйып дастарханға ұсындық. Ал ас болсын, сіз де бізбен бірге дайын.